Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі бағдарламада мен сіздерге Ақтөбе қаласының мәдени ошақтарымен таныстыратын боламын. Алғаш болып өнердің ордасы болған киелі шаңырақ Ғайза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясына қонаққа келдім. Қош келдіңіздер өнер орталығы ғимаратына. Аталған ғимаратта кәсіби ұжымдар ғана жұмыс жасайды. Оның ішінде таныстырып кететін болсам, Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дәурен Ғылымов, бас дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мадина Қабижанова. Келесі ұжым ол Қазақ камералық хоры, көркемдік жетекшісі Мербол Хармейстерлері Мади Абишев және Лейла Кущанова. Камералық оркестр, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Әлімжан Ермекбаев. Достық сазы фольклорлық ансамблі, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Құрмет орденінің иегері Бақытбек Зейнелов. Аққу би ансамблі, бас балетмейстері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Омар Мамбетов және көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлнар Мамбетова. Арайлы Ақтөбе фольклорлық ансамблі, көркемдік жетекшісі Серік Закария. Саз балалар студиясы, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Лилия Аралбаева. Классикалық әншілер ансамблі, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Жұлдыз Нұрқасымова. Екезу сатира театры, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұрлыбек Жұбатхан. Дәстүрлі әншілер ансамблі, көркемдік жетекшісі Ғазиза Әбдірова. Жас ұжым Бейбіт Ораллы шығармашылық орталығы. Ғайза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, халықаралық байқаулардың лауреаты Елубай Кенжалиев. Облыстық филармонияның іргетасы 1944 жылы қаланды. 2019 жылы филармония ұжымы өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтті. Биыл филармония 76-шы концерттік маусымын бастап жатыр. Ақтөбе облыстық филармониясы 1944 жылы құрылған. 1998 жылы оған қазақ музыка өнерінің көрнекті қайраткері, КСРО халық артисі, композитор Ғайза Жұбанованың аты берілді. Ғайза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның жаңа стандартқа сай мәдени шараларды жоғары деңгейге өткізуге және оны дайындауға мүмкіндігі мол, әрбір ұжымның даярлық жасауға арналған кең де жарық кластары бар. Ұжымдар музыкалық аспаптар мен киімдермен қамтамасыз етілген. 75 жыл тарихы бар бірегей өнер ордасының ұжымы мен жекелей солистері көптеген халықаралық және республикалық байқаулар мен фестивальдердің лауреаттары атанған. Ғайза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының ұжымы 2017 жылы Әбілқайыр хан даңғылының ең көрнекті жерінде Ақтөбе облысының әкімі
Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың бастамасымен салынған 13.000 шаршы аумақты алып жатқан 1200 орындық заманауи концерт залы бар халықаралық деңгейдегі мәдени шараларды өткізуге лайықталған өнер орталығы ғимаратына көшті. 2017 жылдың 1 желтоқсан күні тұңғыш президент күніне арналған елімнің бағы елбасы атты мерекелік концерт өткізіліп, өнер орталығының салтанатты ашылуы болды. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің бағдарламамыз ұнаса, комментарий жазамыз және лайк басамыз. Және де келесі бағдарламамызда қай өнер ордасымен танысқыңыз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар!